Достар, сәлем. Біз қазір Черногория деген мемлекетте келдік. Қазақша Қаратау, ағылшынша Монтенегро. Монте деген тау, негро деген қара мағынаны білдіреді. Ол бұрынғы Югославияның құрамында болған, қазір ол бөлек мемлекет. Неге Черногорияға біз келдік? Себебі Черногория Евроодаққа үміткер мемлекет. Ол әлі мүше болған жоқ. Сондықтан бұл мемлекетке Шенген виза Қазақстан азаматтары үшін керек емес. Сол себепті келу өте оңай. Сол барлық рәсімдеу процедуралардан өту қажет емес. Қазақстан азаматтары үшін жаз бойы күзге дейін ешқандай виза қажет емес. Және климат бойынша Черногория өте жағымды, өте жылы. Қазір ауа райы 30 градус нөлден жоғары. Мұнда теңіз бар, Адриатика теңізі, таулар бар. Мемлекет өте жақсы, әдемі, дәмді тамақ, өте жақсы сәулет, архитектура, жақсы адамдар. Черногория оңтүстік Европада орналасқан, Балкан түбегі. Қандай мемлекеттермен Черногория шекараласады? Хорватия мемлекетімен, Босния Герцеговина, Сербия, Косово, Солтүстік Македония және Албания мемлекеттермен шекараласады. Және егер теңіз арқылы Черногория Италиямен шекараласады. Черногория өте кішкентай мемлекет, ауданы тек қана 13.000 шаршы километр. Халқы жағынан 1 миллионнан аз халық тұрады, шамамен 600.000 адам. Бірақ қазір тамыз айы, жоғары сезон, жоғары маусым, және адам өте көп, турист көп. Ең жақсысы әрине маусым деген сезон басында келу, әлде маусымның аяғында, яғни қыркүйек айында келу. Ал шілде, тамыз айлары ол кезде адам көп және бағалар кішкене қымбаттау. Бірақ менде күзде және қыркүйекте және маусым айында жұмыс өте көп, сондықтан біз бара алмаймыз. Сол себептен біз тамыз айында келіп тұрмыз. Черногорияға келгенде ең бірінші туристке не керек? Менің ойымша, сондай пассивтік демалыс, қонақ үй алып, итбалық сияқты жатып, ондай демалыс өте ондай қызық емес. Және ең қызық демалыс ол көлік алып және елді аралау. Ол өте қызық, әлде қайда қызық, жай ғана бассейн алдында қонақ үйде жатқанша. Сол себепті біз Черногорияда көлік алдық. Көлікті іздеу барысында біз көптеген компанияны талқыладық, жеке тұлғаларды және бүкіл компанияларды талқылап, ең жақсы компания Черногорияда Sit and Go деген компания, сел и поехал. Неге бұл компания жақсы деп сұрайсыз? Ең бірінші, бағалары өте қатты қымбат емес, және автопарк оларда өте жақсы. Қарапайым машиналардан бастап, мысалы Toyota Yaris, Nissan Micra, әртүрлі хэтчбек, кішкентай машиналардан бастап, және жоғарғы санатты машиналар бар. Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, және күшті джиптар бар. Әртүрлі санатқа, әртүрлі бюджетке арналған машиналар бар. Және тағы басқа ерекшеліктері қандай? Осы компанияда, жалғыз компания Черногорияда депозит керек емес. Басқа компанияда минимум 100 евро, 200-300 евро көлікке байланысты депозит сұрайды. Депозит деген сіз бұл ақшаны қалдырасыз. Егер машина бірдеңе болса, сол ақшадан сізден ұстап қалады. Ал бұл компанияда ешқандай депозит қалдырмайсыз. Ол екінші. Сосын үшінші ерекшелік. Осы компанияда ешқандай алғы төлем керек емес. Яғни машина алмас бұрын сіз ештеңе төлемейсіз. Ал басқа компанияда 50%, кейде 30% сізден алғы төлем сұрайды. Және тағы қандай ерекшеліктер? Бұл компанияда сізге басқа мемлекеттерге саяхаттауға қағаз береді.
Green Pass сияқты, мысалы Албания, Хорватия және басқа мемлекеттерге баруға болады. Ал басқа компанияларда, басқа көлік компания, оларда басқа мемлекетке бару үшін, арнайы Green Pass алу үшін көбінесе қосымша ақша сұрайды, әлде сондай мүмкіндік жоқ. Тағы қандай ерекшелік? Әртүрлі сақтандыру бар, страховка, каско, әртүрлі нұсқалар, мысалы арзан, толық қамтумен, және жартылай қамтумен әртүрлі нұсқалар бар. Сосын тағы қандай нұсқалар? Оларда веб-сайт бар. Веб-сайт бойынша сіз барлық сипаттама жазып, өзіңіз машина таңдай аласыз. Қандай көлемі, қандай расход топлива, мысалы жанармай жеу, сосын қандай сізге сипаттама керек, бәрі сол сайтта таңдап аласыз. Сосын тағы қандай ерекшелік? Олар сізге, егер баламен баратын болсаңыз, сізге автокресло береді. Ол да тегін. Сосын керек болса сізге навигатор береді. А басқа компания ол қызметтер үшін көбінесе ақша сұрайды. Тағы қандай плюстар? Мысалы, осы компанияда сізге машинаны дәл әуежайға әкеліп, сізді әуежайда күтіп алады. Мынау бізде Подгорица қаласының әуежайы. Черногорияда әуежай тек қана екі қалада бар. Біреуі Подгорица, екінші Тива. Біз қазір Подгорицаға келдік, өйткені бізден Қазақстаннан тура рейс, Астана Подгорица деген рейс бар, Алматы Подгорица. Сол себепті өте ыңғайлы Air Астана әуе компаниясы ұшады. Және Черногорияны бірге машинамен аралайық, бірге тамашалайық, куә болайық. Неге машина алу керек дейсіз, өйткені автобуспен жүру баламен, мысалы, бала шағымен, жанұямен өте кішкене ыңғайсыз болады. Өйткені автобусты күту керек, автобусқа билет алу керек, аялдамаға дейін жаяу бару керек. Сондай кішкене минустар бар. Ал машинамен сіз еркін сезінесіз. Кез келген уақытта бара аласыз, кез келген жерде тоқтай аласыз. Сізге еркіндік береді. Плюстар көп, сосын бүкіл заттарды, жүктерді машина ішінде сақтауға болады. Сондай плюстар бар. Сосын сіз ешқайда байланбайсыз. Мысалы, автобустың кестесіне, басқа нәрселерге сіз байланбайсыз. Сосын тағы қандай ерекшеліктер? Машинамен сіз автобус бара алмайтын жерге бара аласыз. Мысалы, алыс, таулы жерге, қорықтарға бара аласыз. Мысалы, адам жоқ жер, жағажайға бара аласыз. Сондай плюстар бар. Ал автобус тек қана белгіленген маршрутпен жүреді. Вот сондай ерекшеліктер. Ал енді қазір бірге машинаны тамашалайық. Достар, біз қазір Черногориядамыз. Енді Черногорияны аралау үшін міндетті түрде көлік керек. Біз көлік дегенде біз машина жалға алдық. Біздің машина міне Toyota Yaris. Бұл өте жаңа машина, 20-шы жылғы. Ішінде бәрі бар, климат-контроль, кондиционер, бәрі бар, өте жап-жаңа. Біздің машина Toyota Yaris, міне хэтчбэк, ақ түсті. Қазір ішіне кіріп көрейік. Бұл кісі Александр, осы Sit and Go, сел и поехал компанияда істейтін адам. Қазір осы машина туралы айтып өтеді. Александр, расскажите, пожалуйста, про эту машину Toyota Yaris. Какие основные характеристики есть? Toyota Yaris, мотор здесь 1.5, 110 лошадиных сил. В машине работает кондиционер, как вы видите. Работает отлично. Есть также присутствует мультимедиа. Вы можете послушать музыку как по Bluetooth, так и по USB. Есть камера заднего вида. Можно перевести селектор в режим реверса и обратить внимание на это. Расход у этой машины порядка 5,5 литров на трассе и около 7 литров в городе, что достаточно экономично. Вот.
достаточно просторный салон у автомобиля, несмотря на его внешний вид. Поместится Да. спокойно 4 человека. Салон өте кең. Мына жерге балаларға арналған кресло бар. Біз баламен қыдырып жатырмыз. Сол үшін балаларға кресло берді. Да, салон тап-таза, жап-жаңа. Да, вот, ага. Автомобиль 2020 года. Ага. Да, на данный момент пробег около 35 тысяч километров, что можно увидеть на приборной панели. Мгм. Да, расход 5,3, да? 5,3 литров на сотню. Өте экономды. Өте жақсы. Маневрлық машина. Кішкентай, шағын, парковация етуге өте ыңғайлы. Өйткені Черногорияда көшелер кішкентай, сол үшін өте ыңғайлы. Кішкентай машинамен жүруге. Ага. Рахмет, Александр. Ага. Спасибо. Вы представляете компанию Sit and Go, да? Да, компания Мгм. Sit and Go, по-русски переводится «Сел-поехал». В нашей компании, в принципе, так все и происходит. Мы заполняем договор, вы просто садитесь и едете. Ага. Без каких-то дополнительных залогов, без ограничений по километражу. Также у нас доступен бесплатный выезд за границу. То есть вы можете спокойно путешествовать в соседние страны, в Хорватию, в Сербию, в Боснию и Герцеговину, в Албанию. В общем, куда душа пожелает. Ага. Рахмет, спасибо, Александр. Ага, енді қазір кішкене жүрейік. Достар, міне қараңыздар. Мынау Подгорица қаласынан Херцег-Новый қаласына баратқан жол. Таулы аймақтар, жан-жағы тау, жасыл. Трасса. Осылай машинамен плюстар кез келген жерде тоқтауға болады. Кез келген жерді түсіруге болады. Сондай плюстар машинамен жүрген өз-өзіне бастық. Ешкімге байланбайсың. Ешкімге тәуелді болмайсың. Керемет жер. Кешкі Херцег-Новый қаласы. Қазір біз ескі қалаға бара жатырмыз. Бізге негізі ең қызығы ескі қала, тарихи жерлер, сәулеті, мәдениеті және теңіз. Мынандай гүлдер өседі. Орталық алан Херцег-Новый. Ескі қала. Кафе, жазғы кафе, тамақ. Ана жерде шіркеу, сағат тұр, баспалдақтар.
Кешкі Херцег-Нови. Адамдар қаптап жүр далада. Раднички университет. Ана жерде университет болу керек. Дүкендер толып тұр. Мынау ескі қала. Туристер көп жүретін жер. Әр жерде баспалдақтар. Міне асфальттың орнына осындай тастан қаланған жер. Ол ескі қала кезінде венециялықтар салған. Өткені осы район бұрынғы заманда Венеция республикасының қол астында болған, сосын Осман империясының қол астында болған. Сол себепті венециялықтар көп ғимарат салған мұнда. Және османдықтар, түріктердің ата бабасы көп нәрсе салған мұнда. Ана жерде Боко-Котор шығанағы. Әншілер. Көп кішкентай ескерткіш тұр. Кешкі кафе ар жақта. Херцег-Нови қаласы. Біздің қонақ үйден мынандай көрініс ашылады. Күндізгі Херцег-Нови қаласы. Керемет сәулеті, пальмалар, субтропикалық климат, Адриатика теңізі. Боко-Котор шығанағы. Таулы жер. Кішкентай үйлер. Жағажай, лежактар. Қазір жоғарғы маусым кезінде, шілде, тамыз айларында 2 лежак, 1 зонт 10 евро сұрайды. Әлде өзінің несімен келуге болады, орамал алып келіп, жатуға болады. Кафелер, жағажай бойында, қонақ үйлер. Осы Боко-Котор шығанағы ар қарай Адриатика теңізіне жалғасады. Және ар жағынан
Мынаның артында Хорватия басталады. Мына жер Черногория бітеді. Ар жағы Хорватия. Ну, Херцег-Нови провинция. Херцег-Новидан шықтық. Биела ауылына соқтық. Енді Биеладан Пераст ауылына бара жатырмыз. Әр қарай Доброта, әр қарай Котор қаласы. Сондай жоспар. Жолда тоқтадық. Өте керемет көрініс. Сол тоқтай алмай жүре алмадым. Боко Котор шығанағы. Таулы аймақ, мөп-мөлдір су. Яхталар жүреді. Снорклинг, балық көп. Керемет жер. Біз бүгін таңертең суға түстік. Қазір түспейтін шығармыз. Бала ұйықтап жатыр. Мынау біздің машина тұр. Ақ машина. Бәріне сәлем. Биела қаласы, Черногория. Пераст қаласы, Боко Котор шығанағы. Шығанақтың қақ ортасында арал тұр. Ал аралдың үстінде шіркеу тұр. Не деген ғажап. Не деген сұлулық. Жан жағы тау. Яхталар. Керемет сәулет. Бұл қалалардың көбі кезінде Венециан республиканың қол астында болған. Сол үшін сондай көптеген башнялар салынған. Венеция стилінде. Итальян стилінде салынған. Башнялар, шіркеулер. Сосын кезінде Осман империясы қол астында болған осы аймақ. Бұрынғы Югославияның құрамында болған. Осындай керемет Пераст қаласы. Котор қаласы. Ескі қалашық. Мына жерде карта. Белгілермен әрбір сан, әрбір белгіге тиесілі. Ағылшынша жазылған. Котор Fortress is a unique fortification complex and one of the most important cultural cities within the natural. Бұл ЮНЕСКО-ның әлемдік мұра деген тізіміне кіреді. Котордың ескі қаласы. Мына жерде баспалдақ көтерілетін жоғарыға. Мына жерде ескі қала. Турист көп. Дүкендер пайда шүйден нәрсе сатады. Осындай көшелер. Баспалбақтар көтерілуге. Жоғарға
Мынандай. Мына жерде теңіз ашылады. Дәл теңіздің жағасында орналасқан мынандай қалашық. Новый бар. Ескі қалашық. Котордың ескі Котор. Жоғарыға баратын баспалдақ. Ескі қалашық. Дүкендер. Қонақ үйлер. Ай. Баспалдақтар, баратын хостелдер, гестхаус. Дүкендер. Туристік агенттіктер. Сувенир сатат нәрселер. Кафелер. Тамақ ішетін жерлер. Әр жерде жоғарға баратын баспалдақтар. Котор қаласы, ескі қала, орталық алаң. Орталық алаңдардың бірі деп айтуға тура келеді. Мына жерде 1166 жылы салынған шіркеу бар. Мынандай дәу шіркеу. Сосын реставрация 2016 жылы болған. Томислава, Хорваты града Котора. Бұрын бұл Хорватия жері болды кезінде. Мына жерде серб тілінде жазылған. Жалпы Черногорияда серб тілінде сөйлейді. Черногор тілі дейді, бірақ Черногор тілі ол серб тіліне ұқсас. Сонда ескі қала. Керемет әдемі. Көптеген кафелер,
Көп елден келген туристер көп. Керемет сәулет. Кафе мына жерде. Бағаларды көрейік. Appetizer 20 евро, 17 евро, суп 7 евро, том-ям 16 евро, ет 16. Бағалар кішкене қымбат. Салаттар 14, фиш, балық 21, 18, 13, ризотто. Өткені қазір жоғарғы маусым, сол үшін бағалар қымбат. Міне осындай кафелер. Вентилятор тұр. Қазір ауа райы ыстық. Келіңіздер, көріңіздер Котор қаласы. Сұрақтар болса, осы видеоның астында жазыңыздар. Пікірлер болса, бәріне жауап беруге тырысамын. Кім барғысы келеді, қандай сұрақтар, Черногория жалпы туралы, Котор туралы, қай жерге бару керек, көлік бойынша, пәтер, қонақ үйлер бойынша, тамақ бойынша кез келген сұрақтар сұрауға болады. Котор қаласының Котор шығанағының екінші жағы, ар жағы Котор қаласы көрініп тұр. Мына жерде ескі қала, шіркеулер. Бүгін ана жақта болдық. Екінші жағы. Hey. Негізі Котор қаласы ЮНЕСКО-ның адамзат баласының әлемдік мұра деген тарихи маңызы өте зор қалалардың бірі. ЮНЕСКО деген ұйымның арнайы тізімі бар. Тарихи мұралар, сосын табиғи мұралар деген тізімдер бар. Осы Котор қаласы тарихи мұра тізімі қатарына енген. Өткені бұл қала өте ескі, ежелгі Рим империясынан келе жатқан қала. Сосын әртүрлі мемлекеттер, империялар осында мекендеген, әрекет еткен. Әртүрлі империялар өзінің үлесін қосқан Котор қаласының дамуына. Олардың бірі Венеция республикасы, ол Италия республикасынан бұрын болған. Осы шығанақ бұлай баратта, ар жақта Адриатика теңізіне жалғасады. Муо қаласы Котор провинциясы. Кішкентай қонақ үйлер, кафелер, таулы жер. Осындай шағын жолдар, екі машина сиятын. Бока Котор шығанағы. Біз осы жағаға
Суға түстік, жеке жағажай, ешкім жоқ. Кішкене галька, құммен аралас. Таулар ар жағы Котор қаласы. Кеше барғанбыз оған. Яхталар жүреді. Шағын қалашық. Машинамен келеді, осылай демалады адамдар. Біздің машина тұр. Осындай керемет жер. Достар, біз қазір Порто Монтенегро қаласындамыз. Бұл Тиват қаласына жақын. Сондай порт, Боко-Котор шығанағының бойында тұрған. Қазір біз кафеге келдік. Осындай тамақ, мынау котлеты. Олардың котлеты соуспен, фри. Балаға мынау күріш алдық, шай алдық. Мынау ризотто. Ризотто сияқты блюдо. Ішінде тауық. Сосын тағы не? Саңырау құлақ бар, сыр, жұмыртқа бар менің ішінде. Менің ойымша, сосын былай не духовкада пісірілген. Мұнаның бағасы 7 евро, мынау 14 евро, мынау 2 евро, чай 2 евро. Бұл шамамен мұнаның барлығы қанша, плюс-минус 25 евро шамасында. Бұл қанша болады? Плюс-минус 10-12 мың теңге. Осындай тамағы Черногорияда, Тиват қаласы. Әрине, әртүрлі мейрамханада, кафеде бағалар өзгеше. Өзіңіз таңдауға болады. Әзір бойынша, тамағы бойынша. Қазір дәмін көрейік. Порто Монтенегро. Тиваттың дәл қасында тұрған порт. Бұның жағалауы, яғни набережная, Боко-Котор шығанағы. Біз қазір кемеге міндік. Кеменің үстінде тұрмыз. Осындай кеме. Мынау жерде теңізде кемелер жүзіп жүр, ол яхталар, ал мынау кеме, корабль. Вот. Мына жерде әртүрлі нәрселер бар. Кеме, палуба. Міне керемет, тап-таза, жап-жаңа. Мына жерде кеменің заттары, әртүрлі заттар, баяғы заттар тұр. Кеменің суреттері, маршруттары, қайда барған: Югославия, Италия, Сербия, баяғы Югославия. Қазір ол бөлініп кеткен. Мына жерде заттар бар. Кеменің бөліктері.
Порто Монтенегро порты, қалашығы Тиват қаласының қасында. Қаратау, Черногория, Боко-Котор шығанағы. Қазір осы кемені аралаймыз. Бұған мінеміз. 2 мачта бар. Кешіріңіз, 3 мачта бар. Дәу кеме. Қазір оған мінеміз, оны аралаймыз, оған шолу жасаймыз. Ол теңіз аралық жүретін кеме, ұзақ қашықтыққа. Осында порт бар. Порттың сондай аты Монтенегро. Порто Монтенегро. Черногорияның ең үлкен порты. Кешкі Порто Монтенегро. Яхталар. Көбісі жеке яхталар. Ақшасы бар адамдар. Олар өздерінің яхталарын осында ұстайды. Әр түрлі яхталар. Кішкентай, үлкен. Мейрамханалар. Порто Монтенегро өте әдемі. Бұл Тиваттың ішінде орналасқан. Сондай арнайы аймақ деуге болады. Байлар тұрады. Қымбат қонақ үйлер, қымбат мейрамханалар. Көбінесе Европаның бай адамдары осында келеді. Бәрі жап жана. Басқа Черногория қалаларынан тым өзгеше. Енді бұндай қала Черногорияда жоқ. Тиват қаласының ортасында орналасқан. Тиватта әуежай бар. Сол үшін ол өте ыңғайлы. Адамдарға ұшақпен келіп, бірден яхта алады. Мынада яхта Sundays мысалы. Бұлай кете береді яхталар. Тиват қаласынан Будва қаласына баратқан жол. Таудың етегімен бара жатырмыз. Қазір серпантин жолмен тауға көтеріліп, мынандай көрініс ашылады Будва қаласына. Төменде орналасқан қызыл қабатты үйлер. Ар жағы Адриатика теңізі, жан жағы тау. Міне осындай серпантин жол. Қазір Будва қаласына барар жолдамыз. Қандай керемет табиғат. Жап жасыл. Біз машина тұр. Ақ машина. Жолдар өте жақсы, теп-тегіс. Негізі олар жолдарды салғанда минимум 5 жыл кепілдік береді екен. Бізде Қазақстанда сияқты емес, әрбір жаңа әкім келгенде қайтадан жолдарды салады, жыл сайын жолдарды ауыстырады, ақша ұрлайды, тонайды. Әдейі нашар жолдар салады. Мұнда ондай емес. Егер жаман жолдар салсан, сені бірден тұтқынға алады, түрмеге отырғызады. Заңдар өте қатан. Бізде Қазақстанда сияқты емес, коррупция
Сол себепті олар жолдарды өте жақсы, мұқият, сапалы салады. Және олар минимум 5, ал бұлай практика жүзінде 10 жыл өте жақсы болады. Ешқандай жөндеу жұмыстар керек етпейді. Будва қаласынан сәлем. Қаратау, Черногория, Монтенегро, Адриатика теңізі. Достар, Будва қаласына, Тиват қаласынан келдік. Қонаққа тоқтадық. Қонақ үйге кешірім өтінем. Мынандай көрініс ашылады. Бізде өзіміздің терраса бар. Міне үстел, мынандай орындықтар бар. Балкон, терраса. Мына жерде киім кептіруге. Бұл номер 50 евро тұрады. Будва қаласының қасында. Мына жерде ұлттық саябақ бар. Күшті, жап-жасыл. Мына жерде Будва парк. Мынандай керемет жер. Мына жерде хурма өседі. Мынандай жемістері. Бақша бар, бау-бақша. Керемет. Мынандай көрініс. Керемет табиғат. Осындай қонақ үй. Достар, Будвадан сәлем. Мынау Будва қаласы. Мынау бәрі Будва. Ар жағы Будва. Бұл қалада ең көп бұрынғы ТМД елдерінен келген қонақтар көп. Ресейден, Украинадан азаматтар көп. Енді Будва ол Қаратаудың, яғни Черногорияның ең атақты курорттардың бірі. Неге десеңіз, өткені бұл өте әдемі, ыңғайлы жерде орналасқан. Черногорияның дәл ортасында. Мұна жақтан кез келген жерге Черногорияда жеңіл жетуге болады. Солтүстікке, оңтүстікке, ол жағажайдың дәл қақ ортасында орналасқан. Және өте әдемі қала, жан-жағы тау. Қараңыз, қандай әдемі теңіз. Бұл Адриатика теңізі. Біз қазір Морген Бич деген жерге келдік. Қазір оны көреміз қандай екен. Мына жерде ақылы паркинг төлеу керек, сағаты 1 евро. Бірақ сіздің машинаңызды қарайды. Бұл плюс. Ал тегін жерде паркинг көбінесе бос емес, әсіресе жоғарғы маусымда, яғни шілде, тамыз айларында машина көп, турист көп, сол үшін паркинг кейде бос емес болады, тегін паркинг. Қандай әдемі қала, қызыл төбелі үйлер, шіркеулер, бұрын салынған 18-19 ғасырда, одан бұрын салынған үйлер. Бұл аймақ негізі бұрын Венеция республиканың қол астында болған. 200, шамамен 300 жылға дейін, 18 ғасырға дейін олардың қол астында болды. Сосын осы районды кішкене француздар басып алды. Содан кейін Австро-Венгрия басып алды. Сондай солай ауысқан әртүрлі империялар. Содан кейін осы аймақ Югославияның құрамына кірген. Білетін боларсыздар. Қаратау, Монтенегро ол ұзақ мерзім бойы Югославияның құрамында болды. Сосын Югославия ыдырағаннан кейін 89 жылы
Черногория, басқа елдер олар бәрі бөлініп кетті және тәуелсіз мемлекет болып қалды. Қазір Черногория ол НАТО мүшесі, бірақ ол ЕС-ке мүше емес, ол әлі ғана үміткер, өзінің арызын берді, бірақ Еуропалық одақ әлі оны қабылданған жоқ, әлі растаған жоқ. Сол үшін Қаратауға, Черногорияға виза керек емес. Осындай плюс және жеңіл келуге болады. Будва өте жақсы қала, бәріне рекомендация берем Будваға келуге. Бұл өте лайық қала. Және машинамен келетін болсаңыз, ол да өте жақсы. Сондай плюстар, кез келген жерде тоқтап, кез келген пляжға, жағажайға баруға болады. Сұрақтарыңыз болса, осы видео астына жазыңыздар, пікір қалдырыңыздар, лайк басыңыздар және арнама қоңырау басып, астында төмен жерде арнама жазылыңыздар. Достар, Будва қаласы, Адриатика теңізі. Қазір біз ескі Будва қаласын аралаймыз. Мынандай кірпіштен, тастан қаланған қабырғалар, ескі қала бұрын салынған кезінде. Сыртынан түрі осындай. Вилла Балкан деген жазуы бар. Кіретін есігі. Мына жерде мейрамхана бар. Біз бағана тамақ ішкен. Бұлай осындай тар көшелер, әдемі Которда сияқты. Алайда шамалы өзгеше. Италияның қалаларына ұқсайды. Үйлер. Мынандай көшелер бұлай кете береді, бұлай кетеді. Жан жаққа. Жарайды, біз тура бара береміз. Дүкендер бар. Майда-шүйда нәрсе сатады. Магнит сатады, сувенир, ойыншық, ожерелье, қыздарға әшекей бұйымдарды сатады. Есіктер мынандай баяғы. Мына қоңыраудың орнына мынандай несі бар. Және мына жерде пошта жәшігі Пажовинч 7 мекен жайы. Терезелер ставнимен, өйткені күн ыстық. Сол үшін сондай қояды, қатты күн түспесін деп. Бірінші қабатта торлар бар, ұрылар кіріп кетпесін деп. Мынандай күшті. Сосын жасыл отырғызады үйдің төбесіне. Бұлай олар өсет. Мына жерде терраса отыруға. Міне бұлай. Керемет, қазір кешкі уақыт, адам шамалы азайды. Сосын адамдар көбінесе өздерін үйін хостел әлде отель болып жалға береді. Әлде кафе жасайды, мейрамхана жасайды. Сосын осылай бизнес жасайды. Балкондар керемет. Ескі Будва
шіркеу. Шіркеудің жалғасы. Баяғы заманда қалалар басқаша салынған. Шахиристан деген түсінік болған, ол қаланың сырт жағы, сосын цитадель деген болған, ол қаланың ортасы. Ең ақ сүйектер тұратын қаланың тұсы болды. Ал Шахиристан ол батырлар және басқа мысалы ақ сүйектерге қызмет ететін адамдар тұрған. Міне осы цитадель Будва қаласының ескі жағы. Мынау цитадель. Цитадельге кіретін есік. Мынау бір есік бар. Сосын жоғарыда міне тағы да есік бар. 19 ғасырда реставрацияға түскен мынау. Мынандай керемет әдемі ескі Будва. Қаратау, Черногория, Адриатика теңізі. Музыкант көп ойнап жатқан. Будва қаласы ескі қала, сырт жағы. Мынандай үлкен жар, үлкен бекет. Мына жерде жазылған 15 ғасыр мұнара салынған ғасыр. Мынандай биік мұнара және қаланың сырты осындай. Қазір мына жерде туристерге арналған мұражай сияқты қалашық. Мынандай якорь бар. Сырт жағында өткені ол теңіз. Будва. Мына жерде әртүрлі концерттер, перформанс тізімдері, қандай әншілер ән салат, қандай топтар келет, музыкалық топтар. Ар жағы теңіз. Мынау қазіргі заманның қонақ үйлері. Гүлдер, кафелер, бұлай. Ар жағы пальмалар, таулар ар жағы. Бұлай қала Будва. Ескі қала, тарихи қала. Жаздың мезгілінде турист өте көп. Егер көп турист, көп адам көргіңіз келмесе, онда маусымның, яғни сезонның басында келу керек. Маусым айында, яғни июнь айында. Әлде маусымның аяғында келу керек. Қыркүйек айында. Сол кезде теңіз кішкене салқындау болады, ауа райы кішкене салқындау. Бірақ туристер әлде қайда арзан болады. Осы бұл ескі Будваға кез келген жерден кіруге болады. Кіруі тегін. Мынандай есіктер арқылы кіреміз. Сосын ішін аралауға болады. Ол өте үлкен.
Будва әлде Монтенегро, Қаратау, Черногория туралы сұрақтарыңыз болса, астына жазыңыздар. Егер барғыңыз келсе, сұраңыздар, қандай сұрақтар бар, бәрін түсіндірем, айтам, көмектесем барынша. Негізі менің басты мақсатым, кім мысалы кез келген жағдай бойынша бара алмай, менің видеоларымды көріп барғандай сияқты сезінсе, онда менің миссия орындалды. Егер сізге видео ұнаса, лайк басыңыздар, арнама жазылыңыздар, қоңырау басыңыздар видео астында, және достарға таратыңыздар осы видеоны, басқа видеоларды. Міне анау Будва, мынандай көрініс. Мына жерде жағажай, Лежактар, теңіз, Адриатика теңізі. Достар, біз қазір Свети Стефан деген ауылдамыз. Ол Будвадан оңтүстікке қарай, Петровац қаласына қарай. Свети Стефан немен әйгілі? Ол бұрынғы патша, яғни корольдің жазғы резиденциясы болды. Міне осындай арал бар, теңіздің ортасында орналасқан. Және бұл арал материкпен, көпірмен байланысы бар. Көпірмен, машинамен жетуге болады. Қазір бұл аралда жаңағы қызыл төбелі үйлер тұр. Олардың ішінде қазір қонақ үйлер, казинолар, әртүрлі мейрамханалар, қымбат. Және бұл көбінесе бай адамдарға арналған. Көптеген атақты адамдар келеді со жаққа. Мысалы Новак Джокович деген теннисист Сербияның осында мейрамханада, казинода, қонақ үйде өз үйлену тойын жасады. Бұрын тек қана корольдің резиденциясы болды. Және жанында жағалаулар, пляждар. Бұрын ол патшаның пляждары болды. Қазір ол бәріне ашық, әрине, бірақ олар бәрі ақылы. Біраз төлеу керек о жақта. Дегенмен Свети Стефан өте әдемі қала, өте керемет. Біз қазір жоғар жақтан, таулы жерден түсіріп тұрмыз. Бұлай қарай, ана жерде Будва қаласы көрінеді, шамалы алшақтау. Біз кеше со жақта болдық. Бұлай жолмен Будвадан Свети Стефанға қарай келдік. Петровац қаласы, Адриатика теңізі. Біз Будвадан Свети Стефанға бардық, сосын Свети Стефаннан әр қарай Петровацқа, ол оңтүстікке қарай. Осындай пляж, жағажай, лежактармен, жақсы катерлер, яхталар, қонақ үйлер, ана жақта таулар. Мына жерде ескі қала. Қазір ескі қаланы тамашалаймыз. Мына жерде осындай бекет 15-16 ғасырларда салынған. Айтпақшы, тағы бір әдемі жер. Петровацта анадай арал бар, теңізде орналасқан.
соған мынандай қайықпен баруға болады. Қайық алып, осы жерде катер, яхта алып, мынау жерге дейін аралға баруға болады. Ал енді тамашалайық. Бәрі тастан қаланған. Мынандай әдемі ескі қала. Мына жерде адамдардың аттары 1912-1918 жылдары қайтыс болған адамдар Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде. Әдемі көрініс ашылады. Мына жерде жалғасы ескі қаланың. Мына жерде снорклинг, дайвинг костюмдар. Мына жерде мынандай бухта. Керемет. Әдемі жер. Қандай керемет суы, мөп-мөлдір, изумруд түсті. Бұрын мына жерде қорғаныс бекеті болған, осындай пушкалармен атқан. Жау келгенде, кемелер келгенде алыстан. Жау кемелер келген кезде осылай пушкамен атқан. Қазір бұл мұражай. Тағы да жоғарға көтерілеміз. Мына жерде не бар? Мына жерде ескерткіш бар. Бұл екінші дүниежүзілік соғыс қаһармандарына, қаза болған адамдарына арналған ескерткіш. Өте биік. Ар жағы Петровац қаласы көрінеді. Қала бұлай таудың етегінде, теңіздің бойында орналасқан, бұлай жалғасады теңізбен. Мына жерде осындай жүзетін бухта. Катамаран алуға болады, қайық алуға болады. Мынандай ажайып көрініс. Мына жерде причал. Достар, біз Сотамура қаласындамыз. Бұл Петровацтың қаласының қасында орналасқан. Қазір кафеге келдік. Осындай тамақ алдық. Бұл стейк сияқты ет. Кужина деген кафе. Қасында салат, фри. Міне жаңа піскен көкөністер, нан, шелпек алдық. Мынандай салат, сыр мен қызанақ. Сосын балаға мынандай суп алдық. Мынандай керемет кафе. Мынандай керемет жерде орналасқан. Сутамора қаласы, Черногория. Қазір оның дәмін көреміз. Достар, бар қаласы, оның ескі бөлігі, ескі қала дейміз. Старый бар, ескі бар, Old Town. Мынандай керемет салынған, бәрі тастан қаланған әртүрлі ескерткіштер бар, кафелер. Бұлай өте әшекейленген, түрлі түсті. Сәулеті деген керемет.
ескерткіштер бар мынандай. Ковач, Взетити, путник Хамза Денджич, Своме, Старом Бару. Ана жерде мынандай тар жолдар, шағын үйлер, сувенирлер, әрине әртүрлі нәрсе сатат туристерге, майда шүйда деген сияқты. Бұлай көтерілеміз жоғарға. Қандай әдемі көшелер. Мына жерде крепость, бекет. Ол ескі қала, көне заманда салынған. Мынандай құрылыстар. Сербия жалаулары, Грекия, Болгария жалауы тұр, Польша бар. Мына бекетке әртүрлі жерден кіруге болады. Жарықтар бар мынандай. Мынау кіретін есігі. Кіретін есіктер көп. Не жазылған мында? Welcome to the Old Town Bar, National Cultural Heritage. Картасы мынандай. Негізі ол таудың басында орналасқан. Таудың басында орналасқан. Өте әдемі жерде, жасыл жерде. Entry Gate Tower. Entry Gate Tower. Бұл нысан 1000, жоқ 1000 емес, кешірім өтінем, 184-186 жылдары салынған. Өте көне. Сосын тағы да 14-16 ғасырлар кездері қайтадан салынған, кеңейтілген. Мына жерде мынандай есіктер бар. Керемет. Мынандай нәрселер жүру кішкене ыңғайсыздау, өйткені астында тастар. Бәрі тастан жасалған. Не картасы. Бардың картасы. Идейная реконструкция вида города Антиварий с начала 16 века. На жерде саябақ. Керемет қала. Қазір бекеттің сыртында жүрмін. Бар қаласы. Мынандай әдемі мешіт бар. Қасында көне заманда салынған. Қандай биік қабырғалар. Өте үлкен. Ескі бар. Мейрамхана. Бар қаласы ол Будвадан Ульцинге баратқанда жолдың бойында тұр.
Будва, сосын Свети Стефан, Печичи, Рафаиловичи. Сосын осындай бар қаласы. Анау жерде ескі қала. Жана оны тамашаладық. Ол өте үлкен. Урожайы бар, таулар жан жағы. Керемет климат. Мына жерде қазақша қойды ма? Қазақша ат сияқты, да? Ладно, атамай қояйын. Мүмкін қазақтар бизнес ашқан шығар. Білмеймін әйтеуір. Сондай қала, ескі бар. Достар, Ульцин қаласы, оңтүстік Черногория. Бұл қала ең оңтүстік қаласы болып табылады Черногорияның. Осы қала Албаниямен жақын. Ар жағы Албания. Біз қазір Сутаморе қаласынан шығып, ауыл дейік Сутаморе, да? Сосын барға соқтық. Бар деген қала бар Қаратауда. И одан кейін бар қаласынан әр қарай Ульцин қаласына келдік. Мынандай қала әдемі. Тастан қаланған жолдар, асфальт емес. Бұл қала шын айтқанда солтүстікке қарай орналасқан қалалардан өзгеше. Ол көбінесе Албанияға ұқсайды. Кішкене кірлеу болады. Кішкене бардак, шамалы көптеу. Кішкене кедейлеу. Солтүстік Черногорияға қарағанда. Әдемі таулы жер, әдемі сәулет. Мынандай көшелер. Бұлай машиналар келеді, дүкендер. Әр түрлі бұйымдар сатады, техника сатады, неше түрлі нәрсе сатады. Мында есіктер. Төменгі қабат бизнес үшін. Жоғарыда адамдар тұрады. Екінші, үшінші қабатта аласа үйлер. 2, 3, 4 қабатты. Қатты биік салмайды. Өйткені таулы аймақ. Таулы аймақта биік үйлер салуға болмайды. Мынау жерде су ағады. Ульцин қаласы, родник сияқты. Мынандай көшелер. Жоғар жағында мейрамхана, мына жерде магнит сатады. Қазір мен пляжға бара жатырмын. Осы жолдың бойымен. Ульцинде тоқтадық, қонақ үй алдық. Жақсы қонақ үй. Өте жылы жайлы қонақ үйлері. Жақсы қарсы алды. Кофе берді, су бәрін берді. Одан олар қосымша ақша сұрамайды. Жай қонақ жайлық ретінде алды. Оңтүстік Черногория, Қаратау мұсылман мемлекет. Кешірім өтіне, мұсылман қала көбінесе. Мешіттер көп. Сутаморе, бар. Ульцин қалаларында. Өткені бұрын бұл жер Осман империясының қол астында болды. Яғни түріктердің ата-бабалары кезінде осында билік еткен. Сол себепті мұнда көптеген мешіттер бар, көптеген мұсылман дінді халық бар.
Ульцин қаласы ескі қала, таудың етегінде орналасқан. Мынау бәрі таулар, былай қала жалғасады. Мына жер пушка тұр. Теңіздің жағасында Адриатика теңізі. Қазір мен ескі қаланың төбесіне көтерілдім. Төбесінде көбінесе кафелер, бекет. Мынандай бекеттер, мұнаралар. Тастан қаланған жолдар. Міне әртүрлі мейрамханалар. Былай кете береді жолдар. Былай кете береді мейрамханалар әртүрлі. Теңіз ашылады. Былай жалғаса береді ескі қала. Былай қарай. Ана жерде бірдеңе салып жатыр. Қайықтар жүреді, яхталар. Бұрын осылай қалаларды салған. Теңіздің жағасында қорған ретінде. Былай жауға қарсы келу үшін жау шабуыл жасаса тойтарыс беру үшін пушкалар қойған бұрын. Егер жаудың кемелеріне тойтарыс көрсету үшін. Мынандай өте керемет салынған. Ескі 15-16 ғасырлар. Қандай әдемі. Жан жағында теңіз. Мына жерде қаланың көрінісі ашылады. Мұның бәрі Ульцин қаласы. Былай жалғасады, кете береді. Ар жағы Албания басталады. Ульцин Албаниямен шекаралас регион. Мейрамхана көп. Бәрі бұлай. Негізі осы бекет жоғарыда салынған. Таудың басында. Бұлай кете береді.
Анау төмен жақтан кіреді. Мына жерде теңіз, бухта, қайықтар тоқтайды. Мына жерде жағажай, пляж, Ульцин қаласы, мешіт көрінеді. Мұнара, бір мұнаралы мешіт. Бұлай жағажай жалғасады мына жерге дейін. Бұл шығанақ, толқын ондай көп емес. Сондай шығанақтарға шомылу жақсы. Ар жағы ашық теңіз басталады. Адриатика теңізі. Подгорица, Қаратау, Черногорияның астанасы. Қаладағы саябақ. Мынадай ұзын, әлде биік ағаштар. Саябақ өте жасыл. Әр жерде құстардың дауыстары естіледі. Сосын мынада өте хош иісті ауа, пайдалы нәрсеге толы. Фотосинтез процесіне байланысты ауа өте таза мында. Жап жасыл саябақ, өте үлкен. Әр түрлі ағаштар өседі. Жерорта теңізінің ағаштары. Мындай шыршалар өседі, бұршақтармен. Керемет саябақ. Подгорица қаласы үлкен емес, 150 мың адамдай тұрады. Черногорияда ең үлкен қала. Ол теңіздің жағасында орналаспаған. Мұнда әуежай бар. Өте тыныш мұнда, бәрі жақын. Бір жерден екінші жерге баруға болады тез арада. Мына жерде қоқыс лақтырмаңдар дейді. Табиғатты сақтайық. Әр түрлі жерлер көрсетілген, жануарлар, көбелектер. Мынандай қоқыстан сақтайық. Тасбақа да бар. Әр түрлі саңырауқұлақ өсет, гүлдер, ағаштар. Летучая мышь бар, көлдер бар. Вот мынандай өзендер, таулар, керемет табиғат. Подгорица қаласының орталығы. Мынау ар жағында Хидромол деген ол футбол стадионы. Мына жерде қонақ үйлер, банктер, әр түрлі үйлер. Мынау түрік институты, Түркия жалауы. Әр түрлі дүкендер, тып-тыныш.
Қала негізі өте тыныш, адам көп емес. Сосын ол Подгорица негізі жағада орналасқан қалаларға қарағанда кішкене арзанырақ келеді. Бағалар жағынан қонақ үй бағалары, мысалы машина бағалары, машина жалға алу, әлде тамақ алу деген сияқты нәрселер. Жергілікті музыканттар. Аллея. Күшті. Әдемі.